Қадірменді отандастар, қымбатты ағайындар, біз бүгін Алматы қалалық әкімшілігі және жанашыр оралмандарды қолдау орталығы ұйымдастырған алқалы басқосуда отырмыз. Елге оралған кәсіпкерлер қауымы атынан маған сөз бергендеріңізге рахмет. Еліміз тәуелсіздік алғанына енді ғана 20 жылдан асқан жас мемлекет. Ол және қатаң жоспарлы экономикалық негіздегі әкімшілік әміршілік жөнін шекпеннен шыққанын ұмытпауымыз керек. Ел үкіметі тәуелсіздікті нығайтумен бірге тұтас экономикалық және әлеуметтік салаларда түбегейлі құрылымдық реформалар жүргізді. Ешқандай дайын тұрған тәжірибе жоқ, жас мемлекетке бұл айтуға оңай. Естеріңізде болар, 1992 жылы елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев елімізге келген Иран Ислам Республикасы делегациясымен кездесуінде біз экономикалық бағыт ретінде нарықтық экономика жолын таңдап алдық. Сол себепті біздің халқымыз қалай еңбек етумен өмір сүруді жаңа бастан үйренуге тура келді деген болатын. Шын мәнінде жасампаз қазақ халқы қаншама ауыр болса да нарықтық тіршіліктің жүйесіне тез бейімделді. Бұнда айтпай кетуге болмайтын аса маңызды бір фактор нарықтық қатынастар әлдеқашан орнаған елдерден, мәселен Еуропа, Түркия және Қытай елдерінен келген қандастарымыз еліміз халқымен бірге өсіп өркендеді және нарықтық экономиканың қалыптасуына өз үлесін қосты. Өз басым елге оралған миллиондаған қандастарымыз ішінде өз еліне келіп еңбегі жан санын мыңдаған орта және шағын бизнес өкілдері мен мыңғыртып мал бағып жайқалтып егін салған шаруа қожалықтарын білемін. Қызмет көрсету саласында еңбек етіп жүрген майталман мамандарда жетіп атылады. Мәселен, әлеуметтік тамақтану орталығы мен шаштараз және сұлулық салондарда елге оралған қандастарымыздың қомақты бөлігі еңбек етеді. Ал өндіруші кәсіпорындар ашып, отандық тауарлар өндіретін кәсіпкерлердің бір ғана өз қаламызда Нығайбайұлы Төлеген Монғолиядан, Өнерханұлы Қуанышбек Монғолиядан, Қалметұлы Дәурен Қытайдан, Қалиұлы Ғылымхан Қытайдан, Мерхамет қызы Харида Қытайдан, Төлеген қызы Бақарұлы Қытайдан, Абдықалыұлы Қамбар Ауғанстаннан, Аманжол Рақаш Өзбекстан қатарлы кәсіпкерлерді айта кетер едім. Олар қарапайым саудагерлер, кешенді өндіруші кәсіпкерлерге айналып, бүгінде өз жұмыстарын дөңгелетіп, қазынаға салық тартып, сан мыңдаған адамға жұмыс беріп отыр. Тәуелсіздіктің арқасында олардың қатары үздіксіз көбейе беретініне сенемін. Мен басқаратын Алатау автоспец техниканың негізгі іргетасы 2000 жылы қаланған. Қазір кәсіпорында 240 адам тұрақты жұмыс жасайды. Жылына мемлекетке 100 миллион теңгеден астам салық төлеп отырамыз. Кәсіпорын жол жөндеу, су құбырларын ауыстыру, құрылыс салу, қаланы абаттандыру, техника сату және қызмет көрсету жұмыстарымен айланысады. Кәсіпорын өз деңгейінде мемлекетке салық төлеу және халықты жұмыспен қамтамасыз ету жағында мемлекетке елеулі үлесін қосып келеді. Осы еңбектің арқасында кәсіпорын Алматы қалалық, облыстық және аудандық әкімшілік орындарда көптеген мақтау алғыс хаттарын алды. Мен бұны еліміздің тәуелсіздігінің жемісі деп білемін. Әрине, біздің орта және шағын бизнестің жағдайы барлығы жақсы деп айтуға қиын. Әлемде шешілуге тиісті мәселелер шаш етектен, әкімшілік кедергілерді айтарлықтай ауыр. Бізде шынайы адал бәсекелестік жеткілікті қалыптасқан жоқ. Лицензиялау қатарлы құжаттандыру жұмыстары тым күрделі. Мысалы, қарапайым есік терезе өндірудің өзіне рұқсатнама алу үшін табанынан тозасын. Еліміз байтақ, жеріміз бай болғанымен халқы сирек және Қытай қоныстануына байланысты тұтыну нарығы шектеулі. Инфрақұрылымның жеткілікті дамымаған және бұл салада монополия тіптен ауыр. Біздің елді өндіруші өнеркәсіп бірін-бірі өзара толықтыратын өндірістік жүйе мүлдем кенжелеп қалған. Еліміз кеден одағына кіргеннен бері бұл жағдай одан бетер ауырлай түсті. Өндіріске қажет қосалқы бөлшектер мен шикізаттардың ауқымды бөлігі Қытай, Корея, Түркия және Жапония қатарлы техникасы мен өндірісі қатар дамыған елдерден тасымалданатын қажетті тауарлардың бағасы аспандап кетті.
соның кесірін өндірілген тауардың бағасы да қымбаттауына әкеп соқты. Демек, бұл еліміздің өндірістің бәсекелестік қабілетіне ауыр соққы. Алға еліміз дүниежүзілік сауда ұйымына кіретін болса, бұл жағдай оң шешімін табады деп düşünüyoruz.